Барлыбек Сырттанов 1866 жылдың 25 шілдесі сол кездегі Жетісу облысы Қапал уезі Арасан болысындағы Қарашоқы жайлауында дүниеге келген. 1886-1890 жылдар аралығында Санкт-Петербург университетін бірінші дәрежелі дипломға бітіреді. Кейін 4 жыл Түркістан генерал-губернаторлығында қызмет атқарып, сол уақыттағы ең үлкен шен колледждік регистр дәрежесін алады. Қазақтан шыққан тұңғыш заңгер жер мәселесіндегі ең құнды еңбегі Алматы облысының шекарасын сызды. Ал 1906 жылы 9 тілді емін еркін меңгерген қоғам қайраткері Алматыда ең алғашқы мұсылмандар кітапханасын ашады. Бұл ғана емес, Әлихан Бөкейханұлының жеке тапсырмасымен тәуелсіз мемлекет құрудың бас құжаты ретінде қазақ елінің уставын жазады. Заңнамада: жаңа заманда атсыз, соғыссыз, қан төкпей, бейбіт жолмен жерімізде үкіметі өз қолында ел болу мақсатында барлық елдермен достықта болу үшін жеке Қазақ елі республикасын құрамыз. Қазақ елі республикасында жоғарғы билік жүргізуді бүкіл қазақ және басқа нәсілдердің өкілдері дауыс беру арқылы іске асырады. Сайланатындар елдің ең сүйікті, білімді, ел үшін жанын беретін адамдар деп жазып қалдырған. Парламент мәселесі айтады сол жерде, ол ұлт мәжілісі болу керек дейді. Және қазақ елінің жоғарғы билігі басшысы ол президент дейді. Сол уақытта жазып отыр. Бұл заңды қалай жазды деп ойласақ, сол кезде Барлыбек ақш конгресінің, Америка құрама штатының, сонымен қатар Еуропадағы мемлекеттердің конституциялық реформаларымен танысқан. Соларды оқып қарай жүріп, осындай конституциялық еңбек жазады. Бұл қазақтың құқығы мен бостандығы жөнінде жазылған алғашқы конституциямыз болатын. Кіріспесінде қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасуы, Ақтабар шұбырынды кезінде және отарлық империяның құрамына кірген кездегі уақытын түсіндіреді. Устав 4 бөлім 28 баптан тұрды. Біріншісі қазақ елі республикасының жеке болуы турасында. Екінші адам баласының құқы туралы. Үшінші сот турасында. Ал төртіншісі қазақ жері турасында болды. Жарғының соңында 13 июнь 1911 жыл Санкт-Петербург қолы қойылған. Бұл конституциялық еңбегі кейін 1917 жылдың 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында өткен екінші жалпы қазақ съезінде арқау болып, Алаш программасының жасақталуына негіз болады. Яғни Алаш орданың жарғысы Барлыбек Сырттанұлының жарғысымен бірдей деп айтатынымыз сол. Өйткені Барлыбек жасап берген негізде бұл жүйе қалыптасты. Устав алғаш рет Сәкен Өзбекұлының Барлыбек Сырттанов атты еңбегінде жарық көрді. Елімізде Барлыбек Сырттанұлының есімімен аталатын 2 көше, 1 ауылдық округ, 2 орта мектеп бар. Оның бірі Талдықорған қаласында орналасқан нөмірі 25 орта мектеп. Жансая Бехруман, Нұржан Алашбай, Таңжарық бағдарламасы.